Сәлем баршаңызға. Духовкада осындай котлет жасап көріңіз келеді ме? Ол үшін видеоны соңына дейін қарап көріңіз. Ең алдымен барлық затымызды алып, жуып тазалап, алдын ала дайындап аламыз. Одан соң үккіш алып, сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Бұл жерде мен картопты, чеснокты да өткізіп алдым алдын ала. Одан кейін пиязымызды аламыз. Мен бұл жерде өте ұсақ етіп турап алдым. Өте ұсақ етіп турап алу керек. Егер сіздерде блендер немесе арнайы пияз езетін ыдыс болады, сондай болса, сонымен де езіп алсаңыздар болады. Мінекей менде бұл жерде барын алдын ала дайындап қойдым. Үккіштен өткізетін барлығын ыдысымызға салып барлығын. Бұл жерде бір сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен сәбіз көбірек болғанын қалаймын. Сосын үстінен жарты килограммдай тартылған ет қостым. Егер сіздерде тартылған ет 1 килодай болса, қосуға болады. Және чесногымызды қостым, картопымызды осылай үстінен суынан әбден сығып, үстінен қостым. Суымен қосуға болмайды әрине. Жарты шай қасық қара бұрыш қостым. Және 1 шай қасық тұз қостым. Өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай қосасыздар. Сосын 1 жұмыртқамызды үстінен қосып, оны жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Тұзы ерігенше мен бұл жерде әбден 5 минуттай араластырып алдым. Одан кейін менде тартылған етім аздау болып қойғандықтан тағы да кішкене қосып жібердім. Егер сіздерде көбірек 1 килодай болса, қоссаңыздар болады тартылған ет. Қолымызбен осылай әбден ұрғылаймыз. Өйткені арасында ауа қалып кетпеу керек. 5 минуттай, 7 минуттай осылай ұрғылап әбден араластырып алыңыздар. Мінекей одан кейін осындай қалыпты алдын ала ыдысымыз дайындап аламыз. Үстін майлап жіберсеңіздер болады. Егер қағаз болмаса, мен қағаз қоя салдым. Сосын қолымызға осындай форма етіп жасап аламыз. Сіздер дөңгелек етіп жасасаңыздар болады. Немесе сопақша етіп, маған осы формадағы жасаған ұнады. Осылай қалыбымызға барлығын салып отырамыз. Арасын кішкене ашып отыру керек. Сосын қасықтың үстімен осылай сәндеп шығамыз. Сосын қызып тұрған пешімізді 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Дастарханға кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен дастарханда пюремен ұсындым. Ол үшін картошкамызды жуып тазалап, осылай ыдысымызға 4 бөлікке бөліп алдым мен. Үстіне салқын су құйып, кішкене тұз салып пісіріп алдым. Сосын оны ыстық күйінде, ыстық суымызды төгіп, сол күйінде майонез қосып араластырдым. Егер сіздерде майонез ұнамай жатса, сүтпен сары май қоссаңыздар болады. Ол да әдемі, нежный болады. Мен тек қана бұл жерде майонезбен араластырып, пюре жасап алдым. Дәмі керемет шықты. Гарнирімізге күріш немесе гречка қоссаңыздар да болады. Сосын кез келген подливпен алмастыруға болады. Дастарханымызға осылай ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді, дәмді көрінеді. Пюре, гречка, котлетімді салдым. Және үстінен подливімізді құйып дастарханға ұсындым. Сізде де жасап көруге кеңес беремін.